зейнетақы қордағы порогтан асқан ақшаны қайдан заявка беріп аламыз, сол туралы сізге құнды ақпаратпен бөлісетін боламын. Ол үшін сіздерге ноутбук немесе компьютер керек. Оның поисковикке ішіне кіріп, міне мына жақта түсіріңізші ENPF ортаңғы сызық отбасы.kz деген порталға кіресіздер. Сол жерге кірген кезде міне платформа по использованию пенсионного накопления деп шығып тұрады. Соның оң жақ жоғары бұрышында войти, бұл жерге сіздердің жеке ЭЦП кілттеріңіз керек. Соның парольмен қазір кіреміз. ЭЦП кілтпен кіргеннен кейін, ЭЦП кілтіңіздің паролін бәрін тіркегеннен кейін, мынандай заявление шығады. Заявление шығарып, осының үстіне көтерсеңіздер, астында подписать деп тұрады. Осыны ЭЦП кілтпен тағы қайтадан қол қойып аласыздар. Бірінші құжатты подписать етіп болғаннан кейін, екінші құжатқа тағы да согласие на сбор на обработку персональных данных. Оны да подписать етеміз. Екінші құжатты қол қойып болғаннан кейін, үшінші құжат шығады, обязательство деген. Оған да қол қою керек болады. Үш құжаттың барлығын ЭЦП кілтпен қол қойып болғаннан кейін, міне осы алғашқы бетке келеміз. Сол жерде пенсионный выплата деп тұрады. Соған қараймыз. Соның ішінен выберите спонсорда кімнің өзі туысқандікінен алатын болсаңыз, уступка деп жазасыз, туысқаныңызға беретін болсаңыз немесе. Ал өз ақшаңыз болса, собственность средства дейсіз. Выберите цель. Бұл жерде не мақсатқа жұмсайсыз. Мысалы үшін сіз депозитке жинайсыз ба, немесе басқа болсын, бәрін өзіңіз таңдап аласыз. Мысалы үшін мына клиентке біз частично погашение жасаймыз. Отбасы банктан, сондықтан частично погашение таңдап аламыз. Одан кейін сіз пенсионерсіз ба, пенсионерсіз, соны белгілейсіз. Онда сумманы белгілейсіз. Мысалы үшін айталық, жаңағы жерде 635 мың теңге деді. Одан кейін мына жерде сіз 635 мың теңгені қайсыны таңдадыңыз? Единовременно равными долями да 635 мың болды. Ал егер жаңағы полном объеме деген кезде 501 мың теңге болды. Мына жерде содержание ИП ежемесячный тұратын болса, ежемесячно равными долями. Мына жерге равными долями алып, мында 635 мыңды көрсетесіз. Ал егер содержание мында единовременно полном объеме дейтін болса, мында полном объемын таңдап, мында 571 енді аздау суммасын жазамыз. Енді осының айырмашылығы неде? Егер аздау сумманы жасасаңыз, үкіметке қарыз болмай қаласыз. Ал егер көптеген сумманы жасасаңыз, онда үкіметке 10% тағы қарыз болып қаласыз. Оны кейін сіз неге туғаннан кейін, пенсияға туғаннан кейін, ай сайын сізден аздап ұстап тұратын болады. Оны өзіңіз таңдап аласыз, қайсысы дұрыс екен. Яғни мысалы мында 571 мыңды алайық, жақсы. Полном объеме деп, міне сформировать заявка деп басып жібересіз, болды. Заявка бергеннен кейін сіздерге ары қарай мынандай необходимо подписать заявление дегендер шығып тұрады. Крестик болып тұрғандардың барлығына кіріп, ЭЦП кілтпен әрқайсысын жеке кіріп, подписать етіп, сосын мында отправить заявку деген болады. Соны отправить етіп жібересіз. Міне осылай сіздің пенсионный фондтағы зейнетақы қорында артылған ақшаңыздың запрос жасап, өзіңіздің спис счетыңызға аударып аласыз. Оған дейін әрине сіз отбасы банкта спис счет міндетті түрде ашып алуыңыз керек.